сізге тағы біреу қонаққа келе жатқан сияқты. Я? Ол кім болды екен? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз. Қызыл телпек. Қайда бара жатырсың? Қайдан жүрсің? Анам маған орманда тұратын әжеме бәліш пісіріп беріп жіберген. Соны апара жатыр едім. Бірақ сендердің әуендерінің дауысын естіп, осында келдім. Бірақ менің көңіл күйім жоқ. Не болды? Көңіл күйіңе кім ренжітті? Анамның дайындап берген бәлішін әжеме апаратқан жолда бәліштерімді қасқыр жеп қойды. Өзім де әрең құтылдым. Көңіл күйіңді түсірме, қызыл телпек. Біздің балалар саған көмектеседі. Тез саған бәліш дайындап береді, солай ма, балалар? Я, балалар, я. Бәліш дайындап береді, солай, я. Олай болса, ортаға ойынға шығайық. Келе ойыңыздар, балалар, ойынға. Балалар, бізде сонда тұрған бәліштерді біз әкеліп, өзіміздің себетімізге саламыз. Қайтып, жылдам әрі тез көп бәліш жинайды, сол топ жеңіске жетеді. Ойын шарты түсінікті ме, балалар? Иә. Олай болса, балалар, ойынды қалай бастаймыз? 1, 2, 3, ойын басталды! Жарайсыңдар, балалар, қызыл телпекке бәліш дайындап бердіңіз. Ой, рахмет, балалар, көңіл күйім менің көтеріліп қалды. Енді менің әжеме тәтті бәліштерімді апарып беретін болдым. Көп рахмет сендерге, көп рахмет сіздерге. Оқасы жоқ, қызыл телпек, сен әжеңе бара жатырсың ғой. Біздің балалардың әжелеріне арналған тақпағын тыңдап көресің бе? Я, әрине. Әжем менің гүл әжем. Алтын әжем, күн әжем. Күн әжем. Қамқор болған әрқашан. Қамқор болған әрқашан. Менің әжем. Ақ әжем. Әжем. Ажыққа қарай. Әжем. Жан әжем. Алтын әжем. Жақсы көрем. Жақсы көрем. Поклон. Әжем барда үйіміз махаббатқа толады. Поклон. Жарайсыңдар, балалар. Ой, балалар, қандай өнерлеріңдер. Сендердің әжелеріңізге арнап жатқан тақпақтары маған қатты ұнады. Рахмет сендерге. Бұнымен біздің балалардың өнері әлі аяқталған жоқ. Енді біздің жігіттердің өнерін тамашалап көресіздер ме?